Не қымбат. Баяғыда бір ауылда екі жігіт тұрыпты. Кездесе қалса, екеуі бірден әңгімеге кіріседі екен. Әй, дейді біріншісі, егер менің 100 бием болса, мен дүниедегі ең бақытты адам болар едім. Ал екіншісі, 100 бие деген не? Егер менің 100 шынайы досым болса, мен бәрінен де бақытты болар едім. Жоқ, деп таласады біріншісі. Биелер әлде қайда жақсы. Жоқ, дейді екіншісі. Нағыз достар бәрінен де қымбат. Бірде екі дос тағы кездесіп қалады. Кездескені сол екен, екеуі қайта әңгіме бастайды. Адам үшін ең қымбат нәрсе не? Деп таласа кетеді. Екеуі ұзақ таласып, ақыры мынадай шешімге келеді. Әрқайсымыз саяхатқа шығайық. Кімге бие қымбат болса, жүрген жерінен бие жинасын. Кімге шынайы достар керек болса, жүрген жерінен нағыз достар іздесін, депті. Олар бір шешімге келіп, екеуі екі жаққа кетеді. Қанша уақыт өткені белгісіз, екі дос ауылдарына қайтып оралды. Сөйтіп, бір-бірінен жөн сұрай бастайды. Қалай, сапарың сәтті болды ма? Деп сұрайды бірінші жігіт. Сәтті, деп жауап берді екінші жігіт. Мен 99 дос таптым. Сенің сапарың қалай болды? Менікі де жаман емес. Мен 99 тамаша бие таптым. Сонда екінші жігіт, жарайды. Егер саған бір ғана бие жетпей тұрса, мен саған өзімнің ең сұлу, ең жүйрік биемді берейін, дейді. Ал мен сенің нағыз досың боламын, деді бірінші жігіт. Жақсы болды, енді менің 100 досым бар, менен бақытты жан бар ма екен? Менің 100 бием бар, менен өткен бақытты кім бар екен? Бірінші жігіт анасына келіп, мен бекерден бекер сапарға шықпаған екенмін. Қараңдаршы, мен қандай тамаша биелер алдым. Менен бақытты кім бар екен? Бір жылдан кейін мен одан беттер бай боламын. Одан да бақытты боламын. Биелерім бір жылдан кейін бір құлына келеді. Бірнеше жылдан кейін бұл өлкеде менен асқан бай адам болмайды. Анасы ұлын тыңдап отырып, онымен бірге қатты қуанады. Екінші жігіт анасына келіп, өзінің ұзақ сапары туралы айта бастайды. Қайда болғанын, жолда не көргенін, қалай, кіммен дос болғанын айтып береді. Енді мен ең бақытты адаммын, себебі менің тура 100 досым бар, деді. Анасы оның әңгімелерін тыңдап болған соң, біраз ойланып тұрып, бұның бәрі жақсы балам, бірақ менің саған айтатын кеңесім, алдымен достарыңды сынап ал. Олардың нағыз дос екеніне сөзбен емес, іспен көз жеткіз. Сонда ғана бақыттымын деп айта аласың. Мен оны қалай білемін? Ол сұрады баласы. Анасы, атыңа мін де, дос тапқан ауылдың бәрін аралап, бақытсыздыққа душар болдым. Барлық жиған тергенімнен айырылып қалдым де. Сонда көреміз достарыңның кім екенін, дейді. Баласы атқа отырып, достарын аралап кетеді. Дәл сол күні түнде бірінші жігіттің бар биесін барымташылар ұрлап кетіпті. Таңертең қараса ештеңе жоқ. Тақыр кедей болып шыға келді. Ойға қырға жүгіріп, биелердің түр-түсін айтып іздеу салады. Көрдім, білдім дейтін ешкім жоқ. Бәрінің жауабы көрген жоқпыз, білмейміз. Жігіт үйіне келіп, қолын төбесіне қойып, менің бар бақытым көзді ашып жұмғанша ұшып кетті. Мен енді ең бақытсыз адаммын, деп қайғыға батты. Екінші жігіт анасына келіп, менің достарым нағыз достар екен. Қарашы, барлығы менің басыма түскен қиыншылыққа ортақтасып, біреуі киім, біреуі жылқы бермекші. Мен алмаймын десем де тыңдағысы да келмеді. Әне, өзің қарашы,
Анасы қараса, жан-жақтан ауылына ағылып келе жатыр. Біреулер мал айдап, біреулер нан тасып, біреулер құс, біреулер киім, біреулер ыдыс аяқ ұстаған адамдарды көреді анасы. Досы